Мен ойлаймын, жастар бөлек тұру керек. Сол үшін маған кішкене қиындау болып кетті соңғы уақыт. Қасымда қайнапам бар дейді, енем бар дейді. Қандай? Олар жақсы кісілер, жамандық айтпаймын. Әртүрлі түсініспеушіліктер де болды. Енді 15 жыл тұрдық қой енді. Ана, ой, у нас все классно, у нас деген, ондайларға сенбеңіздер, неправда деп қойды дейді. Бірақ енді, сол үшін, короче, мы развелись, все. Отбасын ең алғаш құрған уақытта жолдасыңыз өнеріңізге қарсы келген жоқ? Қарсы келмеді, бірақ әрдайым ревновал. Қызғанатын еді. Қайда, кім анау, неге қасында, неге деп түсесің деп қойшы, ол просто Инстаграм ғой десең. Енді маған әрдайым сенген, мен жаманшылыққа ешқашан бармағанмын, сол үшін өзіме сөз келтірмейтін қыз едім негізі, сол үшін завоевала доверие дейді ғой. Былай, бірақ ол қызғаншақ. Енді я себя показала, не дала себя, не то, что я показала себя и не давала больше ему, чтобы он как думал так, чтобы бірдеңе болып қалуы мүмкін деп. Мен айттым, вот я полюбила раз и навсегда. Повод бермедім, сол үшін. Бірақ болды, конечно. Біреумен просто суретке түсіп қалсаң да, әртістермен просто че былай жабысып тұрсың? Мен жабыстым ба? Мен жабысқан жоқ. Просто түсіп қой дейсің да, отчет бересің ше. Видимо, звондайды, жаққа барсам, қайдасың, кім менсің, несің? Бар айтып бересің, болды жаттым деп. Жаттың ба? Болды. Аха, дейді. Сондай кездер болған негізі.